الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. Ассаламағалейкум, қадірмен мұсылман ағайын. 12 айын сұлтаны болған қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды Аллах тағала қабыл етсін. Бүгінгі хабарымыз ұлық мереке ораза айтқа байланысты болмақ. Егер де тақырыпқа сай сауалдарыңыз болатын болса, 22-43-65 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша наиб имамы Ардақ Нүсіпханым келіп отыр. Хабарымызға қош келдіңіз, Ардақ мырза. Ұстаған оразаңызды Аллах тағала қабыл етсін. Амин. Алла нәсіп қылса, мына бір ай ораза ұстадық, соңғы күндеріне де таяп қалдық. Ұлық мереке ораза айт келе жатыр. Бүгінгі хабарымызда осы ораза айт мерекесінің басқа мерекелерден қандай артықшылығы бар, және осы айт деген сөздің мағынасы не екен? Ассаламағалейкум, құрметті ағайын, құрметті көрермендер. Алла тағала мынау біздердің осы Рамазан айында істеген ізгілік істеріміздің баршасын қабыл қылып, ұстаған оразаларымызды, жасаған салихалы амалдарымызға Алла тағала бір берекесін берсін. Әмин. Жалпы енді ораза айт, тіпті айт деген сөздің өзі араб тілінен аударғанда мағынасы бұл мереке деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің мұсылмандарымыздағы ұлық болған екі мереке, ол белгілі, біреуі осы ораза айт мерекесі, екіншісі құрбандық мерекесі болып табылады. Бұл ораза айттың шығу тарихына да бір сәт қарайтын болсақ, бұның артықшылығына бір күні бір мединалық сахаба Алла тағаланың елшісіне келеді. Алла тағаланың елшісіне келеді да, Алланың елшісі, біздер осы исламға дейін бір 2 күн мерекелейтін едік, 2 күн тойлайтын едік. Қазір енді исламға келгеннен кейін мерекелей алмай қалдық деген кезде Алланың елшісі айтады. Сендерге сол 2 күннен де артық болған ұлық мереке 2 күн мереке болады. Оның бірі ораза айт, екіншісі құрбан айт мерекесі деп жауап береді. Яғни бұл ораза айт мерекесін Алла тағаланың елшісі осы ораза айт намазын оқығандығы, осы ораза айтты мерекелегендігі, айттағандығы турасында нақты дәлелдермен келген, нақты жолдармен келген дәлелдер өте көп. Сол себепті де бұл ең алғаш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айт намазын хижреттің 2-ші жылы, яғни миладимен санайтын болсақ 624 жылы оқыған еді ең алғашқы айт намаздарын. Содан бері қаратай мұсылмандар үшін осы айт мерекесін оқу бұл үрдіс болып, яғни уәжіп болып жалғасып келе жатыр. Осы айтта мерекелеу, айтта тойлау, енді 30 күн оразадан кейін ұлық болған Рамазан айынан кейін, 30 күн оразадан кейін Шәуәл айының алғашқы 3 күнін мұсылман қауымы айттайды. Яғни мерекелейді. Шәуәл айының алғашқы 3 күнін. Ал енді бұл ораза айт жалпы кімдерге жұма намаз парыз болса, сол жұма намаз парыз болған адамдарға уәжіп болып саналады. Яғни міндет болып саналады. Артықшылығы басқа күндерден ораза айттың бұл мереке. Мұсылманда өзі бар жоғы 2 мереке, жаңа жоғарыда сөзімізді айтқандай. Бұның артықшылығы басқа күндерден бұл мереке. Осы айттың мерекесі болып табылады. Ал енді жаңа уәжіп деп отырсыз ғой. Тек қана ер адамдарға ма, жоқ әйел адамдарға да міндет бола ма? Әрине, бұл ер адамдар үшін міндет. Жұма намазы парыз болған ер адамдар үшін айт намазына бару міндет. Бірақ енді әйел адамдар жаңағыдай айт намазға барамын деп ниет етіп ататын болса, мешіттің өзі арнаулы әйел адамдар намаз оқитын бөлмелерінде имамға үйіса болады. Оған сен келме деген тыйым жоқ. Бірақ негізінен бұл айт намазы ер адамдар үшін міндет болып табылады. Ал енді осы жерде айттаудағы мақсат не? Айттаудағы мақсат енді бұл жаңағы 30 күн ораза бойы адам баласының аузы берік болады. Жаңағыдай 30 күн оразада адам баласы өзі тақуалықта, ішіп жеуден тыйылады,
ішіп жеумен тыйылудан қатар көп сөзден тыйылады. Көп сөздің артында күнә жатады ғой. Иә. Ішіп жеуден тыйылумен қатар көздерін тыяды, құлақтарын тыяды. Яғни тақуалыққа бір бет бұрған бір күндер ғой, ораза күндері. Осы бір 30 күн оразадан кейін айттаудың мақсаты араласу, ағайын туғанды аралау. Арадағы бір реніштер болса, өкпе наздар болса, сол өкпе наздар үшін адамдар бір-бірінен кешірім сұрау, кең дастархан жаю. Мысалы бізде қазақта өзімізде дәстүрімізде жалпы айттаған адам 40 немесе 70 үйге кіріп шығу керек деп айтып жатады. Иә. Біздің қазағымызда. Бұл әрине біздің шариғатымыздан шыққан нәрсе емес. Бірақ шариғатымыз тоқтатпаған амал. Бұл енді біздің қазағымыздың ақжарқандығы мен бір кеңпейілділігін білдіреді. Яғни әркім үйіне дастархан жайып күтіп отырған кезде сен 1-2 үйге емес 40 үйге кіріп шықсаң, ол адамдар да қуанады. Және өзі де сол бір 30 күн оразадан кейін ұлық мерекемен елдің бәрін құттықтап, Рамазан айындағы тілеген дұға тілектердің қабыл болудығын сол жерде тілеп, өздерінің ұсынған астарынан ауыз тию. Бұл біздің қазақтың кеңпейілділігі, қазақтың жақсы бір дәстүрлерінен болып табылады. Енді осы жерде тек қана бір таныс адамдарды ғана аралауымыз қажет пе? Жоқ әлде мұсылман болса болды, қандай бір үйлерге кіріп құттықтап шықса бола ма? Әрине, бұл жерде тек қана таныс адамдар емес. Өйткені жаңағы не үшін біздің дәстүрде 40 немесе 70 үйге кіріп шығу деп айтылып жатыр. Бір ауылда әр адамның енді 70 үйі таныс болса, онда бүкіл ауыл таныс болғаны да. Бір айналдырған бір 100 түтіні бар үй болады. 50 түтін, 70 түтіні бар үй болады кейбір ауылдарда. Ондай болса, бұл тек таныс адамдар емес. Ораза айтпен өзі жалпы мына мұсылмандықта сәлем турасында да айтқан кезде, «Уфшус сәләмә байнакум» деп Алланың елшісі жеткізгенде біздерге араларында сәлем жайындар. Танығаныңа да, танымағаныңа да сәлем бер дейді. Сол секілді айтта да, танығаныңа да, танымағаныңның үйіне де кіріп, ұлық болған берекемен құттықтау, ол біздің дәстүрімізден, ол біздің шариғатымыздан болып табылады. Не үшін? Өйткені біреулер айт мерекесін біліп дайындалса, біреулер білмеуі мүмкін. Білмегендерге айтты дәріптеу мақсатында. Осындай айт күні. Және де біздің бірақ қазағымызда өзіміздің бойымызға сіңген оразаның соңғы күні айттан бір күн бұрын келесі айтқа дайындала бастайды. Айт күніне дайындала бастайды келесі күнге. Бауырсағын пісіріп, иісін шығарып, бауырсағын пісіріп, дастарханына алатын нәрселерін оразаның соңғы күні алып келіп, осы күнге дайындалып, сақадай сай отырады. Айт намазы біте салып, үйіңізге бармастан, мешіттен шыққан бойда таныстардың мешітке жақын жердегі үйлерге кіре бастасаңыз, ол кісілердің дастарханы дайын, төрін ұсынып отыратын болады. Енді біз кеше хабарымызда Қаратал ауданының бас имамымен осы туыстардың өзара қарым-қатынасы, татулық жайында айтқан болатынбыз. Ал енді осы айт күні нақ сол туыстармен ренжіскендерді бірін-бірі татуластырудың қаншалықты артықшылығы бар енді басқа кездерден қарағанда? Әрине, бұл жаңа жоғарыда айтқанымыздай, негізінен қандай да бір уақытта айт күні болсын, басқа уақыт болсын, егер бір екі жақ ренжісіп қалған болса, екі адам, ол екі адам бәлкім бір-біріне туыс болар, бәлкім таныс болар, бірақ ол екі адамды татуластыру бұл жақсы істерден, мұсылман адам үшін бұл қайырлы болған істерден болып табылады. Кімде-кім екі адамның арасын жақындастырса, жақсартса, иншалла Алла тағаладан ол адам үшін үлкен сый бар, үлкен сауап бар. Ал енді мұсылман екі адам, туысқан екі адам, олар егерде бір-бірімен араздасып, егер оның арасын жақындастырып жатсаңыз, ол нұр үстіне нұр болады. Себебі қай уақытта да қарасаңыз, мұсылман екі ағайын адамның ренішуі бұл жақсы амалдардан емес. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне сенсе, онда туған туысымен қарым-қатынасын үзбесін деді. Яғни кімде-кім туған туысымен қарым-қатынасын үзбеген болса, ол жәннаттық амалдардан болып табылады. Оның сыйы жәннат болады, туған туысымен қарым-қатынасын үзбеген адамның. Осы себепті осы айт күндері соған келтіретін бір зор мүмкіндік. Ренжісіп, бір-бірін бір жылдан бері көрмей жүрген адамдар болады.
сол бір адамдарды осы айт мерекесін сылтаурата келе себеп қылып басқа уақытта себептерді таппастан жүрген болсаңыз, осы айт күндерін себеп қылып, міне өте бір қасиетті күндер, айт кездерінде адам баласы бүкіл ренішін ұмыту керек, бүкіл өкпесін ұмыту керек сірә. Сіздерді осы бір айт күнін пайдалана отырып, осы бір мерекені пайдалана отырып, сіздердің татуласқандарыңызды қалар едім деп, бірінші бір жақпен кездесіп, ол туралы мына жақтағы адамның жақсы ойда екендігі мына тарапқа жеткізіп, екінші ол тараптан шыққаннан кейін, екінші тарапқа барып, бұл тараптың да бұл кісі турасында ойлары жақсы, бірін-бірі кешіруге дайын екендігін арадағы адам жеткізген болса, екеуі міндетті түрде татуласатын болады. Екі жақты татуластыру үшін біздің дінімізде де жаңағыдай жақсы сөздер, оның ойы туралы, мына жаққа егер ол туралы айтпаған болса да сол турасында жеткізуге рұқсат етілген біздің шариғатымызда, жақсы сөздермен. Яғни екі арада өтірік айтуға рұқсат етілген. Өтірік болған кезде де бұл жердегі өтіріктегі мақсат екеуін араздастыру емес, екеуін татуластыру мақсатында болса. Мысалы үшін, бұл кісі сіз туралы өте жақсы ойда, өзінің сізді ренжітіп алғаны туралы қатты өкініп жүр деген секілді жақсы сөздермен мына жаққа жеткізу арқылы екеуін бір-бірімен татуластыру біздің шариғатымыз өте құптайтын істерден болып табылады. Осы оразаның деймін, ұлықтығы да осында шығар. Бір ай бойы мысалға жаман іс қимылдан, ішіп жеуден, Аллах Тағала халал еткен нәрсе барлығынан тыйылып тұрып, және мына айт күні осындай туған туыстармен қарым-қатынасты осындай бір нығайтып, ренжіскендер татуластыру, сонда Аллах Тағала не деген ұлық мерекелер деймін осы мерекелер. Ал енді осы ұлық мерекеге бару үшін қандай дайындықтар керек? Дайындықтар әуелі әрбір өзі жұма намазының, айт намаздарының біздің шариғатымызда үлкен әдептері бар. Сол әдептердің бірі айт намазына бармас бұрын ең әуелі таң сәріде тұрған кезде бой дәрет алу, яғни тазалану, ғұсыл алу. Бұл пайғамбардың сүннетінен болып табылады. Хадистерде келеді, Алланың елшісі осы бой дәрет алмастан, ғұсыл дәрет алмастан айт намаздарына бармас еді деген біздерге риуаяттар жетеді, хадистер жетеді. Сол себепті адам баласы ең алғаш таңертең таң сәріде тұрған кезіндегі ең алғашқы істейтін ісі ол бой дәретін алып, бойын, тәнін тазартып келу айт намазына. Екінші тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан хадистер келген кезде жаңа Мұхаммад ибн Джафардың деген бір сахабадан хадис келеді. Сол хадисте келген кезде Алланың елшісі айт намазына әдемі таза киімдерін, айт намазына бармас бұрын әдемі таза киімдерін киетін еді дейді. Және де үйінен шықпас бұрын нан мен май жейтін еді дейді. Және егер де құрбан айт кездері болатын болса, біздерге малдың ішіндегі ең семізін союды айтатын еді дейді. Қараңыз. Яғни бұл да бір сүннеттен болып табылады. Тазалану, айт намазына ең бір әдемі болған киімдерін киіп бару. Айт намазына әдемі болған киімдерін кию, және де хош иіс себетін еді дегенде риуаяттар келеді біздерге. Яғни үстіне әтір сеуіп баратын. Барған кезде жаңағыдай мешітке баратын жолында неғұрлым абзалы жаяу бару. Әрине, егер мешіт жақын болса, алыс жерден мен мешітке жаяу барам деп айт намаздан қалып қоюға да болмайды. Егер мешітте жақын жерде орналасқан болса үйіне, ондай болса ол мешітке жаяу баруы, және бір жолмен баруы, қайтқан кезде басқа жолмен қайтуы, бұның барлығы мұстахаб амалдардан, яғни әдеп болған амалдардан болып табылады. Ал енді басқа жолмен қайтудағы мақсат не? Басқа жолмен қайтудағы мақсат сол сіздің басып барған әрбір қадамыңызға, сіздің қадамыңыз ертең куә болады. Ораза айтына барған. Қайтқан жолда басқа жолмен қайтсаңыз, ол жол тағы да куә береді дегендей мақсатта, мағынада осы нәрселер талап етіледі. Алла разы болсын. Көрерменіміздің сауалы бар екен. Ассаламағалейкум. Уағалейкум сәлем. Саған оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин, Алла разы болсын. Менің мына сіздердің бүгін тақырыпқа байланысты қояйын деген сұрағым, жаңа өздеріңіз талқылап жатсыздар ғой айтып, мына ағайын туысқандардың арасында мысалы бір кикілжің болады. Сол кезде мысалы бір жақ жаңа татуласқысы келеді, бір кісілер мысалы татуластырайын деп жаңағы ертіп барады.
мысалы сен шын ниетіңмен барып сатып алсам деп барасың. Бойында иман жоқ адамдар да болады ғой. Барғаннан кейін ол адамдар ойлап қалады, мынау менің үйіме шай ішуге келді, болмаса жаңағына қарны ашып келді, айтты сылтаулап деп ойлайтындар да бар. Сонымен амалың жоғынан үйге кіріп дәм тапсырғаннан кейін, жаңағы айтып өтіп кеткеннен кейін, сен баяғы халқыңды ала көздеп жүреді. Ала көздеп жаңағы берген сәлеміңді алмай тәкаппарланып жүретіндер де бар. Осы жайында не дейсіздер? Ал екінші айтайын деген сұрағым, мына ұлты мысалы шешен, ұйғыр ұлттар болады ғой, өзіміздің дінімізді ұстайтын ислам дінін. Солардың үйіне кіріп айтуға болады ма? Осыны білейін деп едім. Мына келе жатқан ораза айт мерекелеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Енді бірінші сауалына жауап беретін болсақ, көрерменіміздің бұл жаңағы жоғарыда айтып кеткен татуластыру мәселесі ғой. Әрине, адам баласы болғаннан кейін адам аласы ішінде дейді ғой қазақта. Адам баласы болғаннан кейін ол жаңағыдай реніштер, өкпе-назар болып жатады өз арасында. Бірақ дегенмен жаңағы ортада жүрген бір делдал адам бар ғой. Екі жақ татуластырыс кеп жүрген. Сол екі жаққа хабарды жақсылап жеткізген жөн болады. Яғни оның келе жатқандағы мақсаты, айт күні тек қана ол кісінің үйінен қарап қалған жоқ қой, шай ішу, тамақ ішу, оның қарны ашып келді деп айтатындай бір. Айт күні кез келген үйге сіз есігін қақпай кіре аласыз, былайша айтқанда. Есіктің алдынан сізді күтіп алады. Айтқа жайған дастарханнан адамдардың көбірек кеп ауыз тигенін қалайды адамдар. Айтқа жайған дастарханнан көбірек кеп шай ішкенін қалайды адамдар. Сол үшін бұл жердегі ол кісінің дәп сол өзінің татуласуға барған үйінен тамақ іздеп бармағандығы айқын болады. Екіншіден, жаңағы ортадағы адам осы нәрсені келе жатқан жаңағы ренжіп отырған үйдің егесіне жақсылап жеткізу керек. Жаңағы айтқан тәсілді қолданған жақсы. Бұл кісі туралы, бұл кісінің осы бір ренжіп отырған адам туралы ойының тек қана таптаза жақсы екендігін жеткізіп қою керек. Сіз туралы жүрген жердің барлығында ол кісі жаман айтпайды, жақсы айтады. Сіз туралы тек қана мақтап жүреді, сізді өзінің туған туысы ретінде дәріптеп жүреді ұдайы деген жақсы адамға жағымды сөздер, жаңа жылы сөйлесең жылан іннен шығады деп бізде бекер айтпаған. Адам баласы қашан біреуге ашуланып тұрған адамға да жүзіне күліп, жылы бір жұмсақ сөз айтсаңыз, оның ашуы тарқып кетеді. Өзі білмей қалады. Ал енді қандай да бір осы жерде айтқымыз келіп отырғаны, бір ағайын туғандарына ренжіп, өкпе назы болып жүрген адамдар болатын болса, онда бір сол ашуын ұмытқаны жақсы. Өйткені бұл өмір бір өткінші, қысқа ғана бір өмір. Өте аз бұл өмір. Бұл аз ғана өмірде өзі жаңағы қазағымызда жақсы айтқан ғой. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Жаман адамның ашуы көрге басы жеткенше дейді. Яғни біз әрине әрбір адам бір жақсы, салихалы, қайырлы адамдардың қатарында. Сол үшін көп жаңағыдай ашуға орын беріп, сол бір өкпе-назды көп уақытқа созбастан, ол өкпе-назды көп уақытқа созғаннан кейін ол кекке айналады. Ол кек өшпенділік тудырады арада. Сол үшін қандай да бір ашуланып жүрген өкпе-наз болса, оны тезірек ұмыта қойған жақсы. Өйткені өмір қысқа, ешбір пенде білмейді қашан өмірден өтіп кететіндігін. Біреуді өмірден кешірместен кетіп қалса, бірақ ол адам шын ниетімен ол адамнан өкпе назын кешіруін тілегісі кеп жүрсе, сұрағысы кеп жүрсе, онда ол да бір бітпей қалған істің қатарында болып табылар еді. Ал енді бөтен ұлт өкілдерін. Екінші сауалды енді көрерменіміздің жаңағы бөтен ұлт өкілдерін айтшылауға бола ма? Әрине болады. Олар мұсылман ғой. Жаңа өзі айтып жатыр, ол кісі ұйғыр, шешен, жаңағыдай мұсылман адамдар, бірақ олардың кейін айтшылауға бола ма деп. Әрине, ол мұсылман болғаннан кейін, олар да дастархан жайып айтқа дайындалып отырғаннан кейін айтшылаған жақсы, әлбетте жақсылы. Бұл жерде санаспайды ғой, мұсылман болса болды. Бұл жерде ешқандай санаспайды, ол мұсылман болса, оның үйіне кіріп айтшылай беруге болады шариғатымызда. Тіпті Алланың елшісі де солай істеген. Айналасындағы көршілерге, тіпті мұсылман емес көршілердің өзін осы мерекемен құттықтап қойса, бүгін білесіздер ғой, мұсылманның үлкен мерекесі, айт, ораза айт болып жатыр, сол бір айт құтты болсын десе, бұл біздің өзіміздің ораза айтымыздың, немесе құрбан айтымыздың тағы да бір дәріптеген болып табыламыз. Бір артықшылығын көтерген болып есептелеміз. Ал енді осы айт намазының уақыты қашан, қай кезде басталады?
Айт намазының уақыты жалпы күн шыққаннан кейін арқан бойы деп жатады. Күн шыққаннан кейін арқан бойы көтерілген уақыт бұл айт намазының уақыты болып табылады. Енді ол арқан бойын есептейтін болсақ, бір жалпы 50-55 минутқа пара-пар келеді. Күн шыққаннан кейін 50-55 минуттан кейін айт намазының уақыты кіреді. Содан күн қақтөбеге келгенге дейін, яғни түске дейін жалғасады. Биыл біздіңше қай уақытқа келеді? Биыл Алла нәсіп етсе, осы біздің Талдықорған қаласында, осы Талдықорған өңірі бойынша сағат 7:30-да айт намазы оқылу көрсетіліп отыр. Алдымыздағы дүйсенбі күнге ғой берсе. Алдымыздағы дүйсенбі күні сағат 7:30-ға айт намазы оқылу жоспарланып отыр. Осы биылғы жылы. Ал енді бұл жаңағы айт намазы өзі, осы ораза айт намазын кішкене кешігіңкіреп, жаңа не үшін 7:30 деп отырмыз. Ал уақыты 55 минуттан кейін кіріп қойды дегендей. Кішкене кешігіңкіретіп оқыту мұстахаб болып табылады. Себебі бұл оразада пітір садақасы бар. Пітір садақасын білесіз, ораза айт намазы оқылғанға дейін жалғасады. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әлбетте сөздер бар, жаңағы сауап мәселесінен есептеген кезде пітір садақасын ең алғашқы бергендерге түйенің сауабы болады деген секілді түсініктер келген. Дегенмен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келгенде Алланың елшісінен осы пітір садақасын соңғы күндерге кешіктіріп беру, ол мұстахаб, жақсы көрсетілген амалдардан болып табылады. Өйткені ертесінде айт тұр. Айт намазы тұр. Айтқа, дастарханға ештеңе қоюға қолынан келмей отырған адамдар болады. Дастарханға қойғысы келіп отырады бірдеңе, бірақ қоя алмайды. Сол бір адамдарға дәп осы күні айтқа ұстайтын пітіріңізді беріп жатсаңыз, ол адамға қуаныш ұялатады. Енді осы жерде пітір садақасы мысалы 200 теңге. Ал енді жаңағы жағдайы нашар тұрғындар бар. Осы адамдарға бір 200 теңгеден асырмай берген дұрыс па? Мысалға жоқ әлде жағдай оларда бір дастархан толып тұрсын деп пітір садақасын артығымен беріп жатса, ол жағы қалай болады? Әрине, артығымен берген нәрсе ол садақа ғой. Бірақ енді дегенмен пітір садақасы ол адам басына 200 теңгеден. Егерде бір үйде отағасы болатын болса, ол кісінің ол үйде жұбайы бар. Ол кісінің үйінде Алла берген бала шағасы бар. Әрбір бала шағасының басына 200 теңгеден шағып берген кезде ол әжептәуір ақша болады. Және де одан да артығырақ қып қосып беріп жатса, ол әрине нұр үстіне нұр, ол садақа ретінде болады. Болмаса сол ақшасына жаңағыдай сол бір адамға дастарханға жаятын, дастарханға салатын, айттық, жаңағыдай дастарханға салатын, айтқа қажетті болған қант кәмпитін, бүкіл май тұзын шайын беріп жатса, ол әлбетте нұр үстіне нұр болып, ол адамға міндетті түрде қуаныш ұялатады. Ал сіз бір адамның жүрегіне қуаныш ұялатсаңыз, ол Алла тағаланы қуантатыныз. Алла тағалаға ұнайтын, Алланың разылығына бөленетін бір іс болып табылады. Алла разы болсын. Ал енді осы қазіргі кезде бір түсінбейтін бір мәселе болып тұр. Ол айт намазына келе жатқан кезде енді көп сұрақ қойып жатады мешітімізге. Таңертең үйден шыққан кезде ауыз бекітіп шығамыз ба, сәресін ішіп шығамыз ба деген сұрақтар. Қоштасу, жаңа оразамен қоштасу бір түрі болады екен дейді. Осы жақ қалай шариғатта? Шариғатымызда жаңа жоғарыда бір хадис келтірдік біздер. Алла тағаланың елшісі айт намазына бармас бұрын әдемі киімдерін киетін еді, және нан мен май жейтін еді деді. Бұл жерде енді сәресінің уақыты ерте. Бұл айт намазға шығардың алдында. Және де бір түсініп айырып алатын нәрсе бар бұл жерде. Қашан ораза айт намазына бара жатсақ, ертеңгі болатын, мысалы үшін айт намазы, дүйсенбі күнгі болатын айт намазына бара жатсақ, онда Алланың елшісінен қалған сүннет амал, пайғамбарымыз Алланың елшісі үйінен шығарда жаңағы жеп шығатын еді. Бір нәрсе жеп шығатын. Жеп шығатын еді, бір нәрсе жеп шығатын еді. Және ораза айт намазына бара жатқан кезде тәтті заттар жеп бару, ол сүннет амалдан болып табылады. Ораза айт намазына бара жатқан. Сәресіге тұру міндетті емес, қай уақытта болмасын, айтқа дейін. Айтқа дейін сәресіге тұру міндетті емес, өйткені ораза бітті. Ораза айы бітті. Жаңағы таң намазыңыз бар, таң намаздан кейін айтқа дайындалуыңыз бар. Сол бір кезетте үйден шығар кезде бір нәрсе жеп шығу. Және де бара жатқан кезде жолда тәтті мәтті жеп бару.
Бұл сүннет амалдан болып табылады. Ораза айт намазына анықтап айтсақ. Ал енді керісінше құрбан айт намазымен бұл жерде кішкене халық осы жерде бір шатастырып алып жатады кейде. Құрбан айт намазына Алланың елшісі ештеңе жемей баратын еді. Және ештеңе жемей баруды айтатын еді. Өйткені құрбан айт намазына Алланың елшісі ештеңе жемей баруды және де құрбан айттан кейін алғашқы жейтін нәрсесі өзінің шалған құрбандығынан болатын еді. Өзінің шалған құрбандығынан дәмді алғашқы болып тататын еді. Басқа ештеңе жеместен. Әрине бұл жерде бір жүктелген нәрсе жоқ, сен ештеңе жемей бар, ең алғашқы жейтін нәрсен құрбандығың болсын деп жүктемейді еш нәрсені. Бұл енді пайғамбардың қылған сүннеттері. Ештеңе жеместен барып, ең алғашқы жейтіні Алланың елшісінің өзінің құрбандығынан болған. Және оның ішіндегі жаңағыдай бауырын қуырып жеген деген риуаяттар келеді. Алланың елшісі енді малды соя салған кезде бауырын жұлып беріп, жаңағыдай оны малды жәркемдеп сойып болам дегенше етін бауыр дайын тұрады. Алланың елшісі сол бауырдан ауыз тиіп, сол бауырдан жейтін еді. Бұл Алланың елшісінің сүннеті. Сол себепті осы жердегі бір шатастырып жүрген нәрсе, жаңағыдай ол ораза, қоштасу оразасы деген ол сол бір 30 күн ораза толды. Енді Шәуәл айы басталып кетті ғой. Біз Шәуәл айының алғашқы 3 күндігінде айтты тойлаймыз. Сол себепті бұл жердегі ораза біткеніне себепті жаңағыдай ораза айтқа кім бара жатса, онда тәтті мәтті жеп барғаны жақсы, жаңағы әдемі киімін киіп, әтірін сеуіп, үйінен жеп шығып бір нәрсені. Ал құрбан айтқа бара жатса, ештеңе жеместен, құрбан айттан кейін бірден үйіне келіп, көп жағдайда осылай істейді халық. Бірден үйіне келіп, құрбандығын шалып, жақсы бір семіз болған, ең бір жақсы болған малынан құрбандығын шалып, сол өзінің шалған құрбандығынан дәм татқаны әуелі жақсы. Енді осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінен сәресін ішіп, аузын бекітіп шыққан ба, жоқ тек қана өз еркімен сәресінде тұрмай-ақ былай ештеме жемей шыққан? Өз еркімен үйінен жеп шыққан ғой. Өз еркімен үйінен жаңағыдай нәрселерін жеп, өйткені сәресі деп айтпағанымыз, бұл жерде айтпайтындығымыз, себебі жолда тәтті жеу ол жақсы, мұстахаб, сүннет болған амалдардан болып тұр ғой. Айт намазына бара жатқан жолда тәтті мәтті жеп бару. Ондай болса халыққа жүктелмейді ғой. Сол күні сәресіге тұру. Бұл күні ешқандай жүк жоқ, халыққа жүктелмейді ешқандай нәрсе. Сәресіге тұру, айт намазына ертерек тұрып дайындалу, тазалану ғана жүктеліп отыр. Және бір нәрсе, айттың бірінші күні ғана айттау міндетті екен, екінші күннен бастап Шәуәл айының 6 күндік оразасын жалғастырамыз деп жатқандарды естіп жатамыз. Осы Аллах тағаланың осы бізге берген ораза айтты 3 күн өткізу міндеті ме? Жоқ, бір күн өткеннен кейін ертесі күннен бастап ораза Шәуәл айының оразасын жалғастыра берсе бола ма? Кешіріңіз, бұны енді көрерменіміздің бір сауалын тыңдап алып жалғастырсақ. Айтып жатыр ол жөнінде. Мен қоятын сұрағым. Амансыз ба? Алло? Тыңдап отырмыз. Сіздер қойыңыз. Үзіліп кеткен сияқты. Сауалыңыз? Сауалым, ораза айттың бірінші күнін өткізіп, екінші күннен бастап оразаны, Шәуәл айының оразасын жалғастырса бола ма? Біздің елімізде ораза айттың 3 күн мерекелеу айтылған. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, бізде муфтият бар. Сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айтуымен, құптауымен осы нәрсе, осы айт мерекесін 3 күн тойлау, 3 күн мерекелеу бізде үрдіс болған. Және біздің қазағымыздың тарихына қарасақ, осы айт мерекесін 3 күн тойлап келе жатыр әуелден бері. Ондай болатын болса, Шәуәл айының оразасы ол міндетті түрде айттан кейін бірден, бірінші айт күнінен кейін бірден оразаңды ұста деген нәрсе жоқ. Тек Шәуәл айының оразасында арасын үзбей ұстасаң абзал деген нәрсе бар. Бастағаннан кейін 6 күн арасын үзбестен ұстасаңыз, ол абзал. Әрине, егер Рамазан айындағы ораза 30 күн оразадан қарызыңыз болмаса, егер кімнің 30 күн оразада қарызы бар болған болса, әуелі қарызын жабады. 2 күн, 3 күн қарызы ұсталынбай қалған, сапармен, ауру сырқаумен ашқан жағдайда бірінші қарызын өтейді. Қарызын өтеп болғаннан кейін барып,
Шәуәл айының оразасына кіреді. Шәуәл айының оразасына кім кірсе, оның арасын үзбей ұстаған абзал, бірақ міндеттелмейді. Арасын үзіп демалып ұстаса да болады. 2 күн ұстап, 2-3 күн ұстамай, қайтып өйткені Шәуәл айы да жаңағыдай 30 күнге жалғасатын ай ғой. Сол Шәуәл айы біткенге дейін ұстаса, оның өзіндік сауабы бар. Шәуәл айының оразасының өзіндік сауабы бар. Ал енді жаңағыдай бірінші айттан бастап, елдің барлығы айтшылайтын күні, елдің барлығы мерекелеп тойлайтын күні, бірінші айттан кейін, екінші, үшінші күні ораза ұстап кету, енді бұл бір құпталмайтын нәрсе, құпталмайтын іс. Мереке күндері мерекелеген жақсы да. Мереке күндерінде мерекелеп, одан кейін ұстаса да ол Шәуәл айының оразасына үлгеріп жатамыз. Сол себепті біздің елімізде 3 күн тойлау көрсетілген болса, 3 күн тойлау айтылған болса, онда ораза айтты 3 күн тойлаған жақсы. Бұны бізге Алланың берген бір сыйы деп түсінсек бола ма? Әрине, бұл ораза айт, 30 күн оразадан кейінгі Алланың берген сыйы ғой, әлбетте ол. 30 күн оразадан кейін Алланың берген сыйы. Сол себепті жаңағыдай өзі биылғы оразамыз да белгілі халыққа өте бір сондай бір шілденің айында, күннің аттық ыстығында келіп отыр. Оның үстіне биылда күн соншалықты ыстық. Осындай нәрселердің барлығын қарастырса, бір жаңағыдай адам баласына бір Алла Тағаланың беріп қойған сыйы ретінде. Оны ешкімге міндеттеп атқан жоқ. Шәуәл айының оразасын ұстау айттан кейін парыз деп жатқан жоқ, және оны бірінші күннен кейін ұста деп жатқан жоқ. Сол себепті адам өзін қинамағандығы жақсы. 1-2-3 күн айттап, мерекелеп, ағайын туғандар аралап, туған туыстар аралап, дос жарандарды аралап, айтымен құттықтап, мерекелеп, насихатын айтып, оразамен қызықтырып, айттың ұлықтығын жеткізіп, жүріп барып, одан кейін Шәуәлдің оразасына кірсе, ел қатарлы. Ол нұр үстіне нұр болады. Шынымен кейде 3 күннің өзінде де туған туыстарды кейде аралап үлгере алмай қалып, кейін біздің үйге келмедің деген бір реніш наздарын білдіріп атады шынымен. Сондықтан да осы күнді пайдаланған жақсы дейсіз ғой. Әрине. Оның үстіне осы Шәуәл айының оразасын ұстаудың қандай пайдасы бар сонда? Шәуәл айын оразасын ұстаудың Алла Тағаланың елшісінен айтқан үлкен сауап жолдары бар. Яғни кімде-кім осы бір Шәуәл айының оразасын ұстаса, ол 1 жыл ораза ұстағанға тең деген секілді, жаңағыдай Алла Тағаланың елшісінен көптеген хадистер келеді. Яғни адам баласының келесі оразаға дейін оразасы жалғасады дегендей сауаптары. Мысалы үшін осы Рамазан айы біткеннен кейін кімде-кім Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаса, онда жыл бойына ораза ұстағанға тең деген секілді сауаптар да айтылып жатады. Енді Рамазан айы, Алла нәсіп қылса 1 ай бойы Аллах Тағаланың тыйыл деген нәрсесін бәрінен тыйылдық. Тек қана ішіп жеуден ғана емес, жаман сөз, жаман іс-қимылдың баршасынан тыйылдық. Енді жалпы осы 1 ай бойы тыйылған нәрсені айт намаз өткен соң қайтадан жалғастырып кетіп жататындар бар. Оларға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жалпы бір күні Алла Тағаланың елшісіне сахаба келеді. Сахаба сұрайды: «Я Алланың елшісі, қай амал ең жақсы амалдардан болып табылады?» дейді. Сонда Алла Тағаланың елшісі жауап береді: «Ұдайы орындалған амал» дейді. Арасы үзілместен істелінген амал дейді. Ең жақсы амал болып табылады. Яғни үлкен амалдарды істеп келіп, оны бірден тастап қою, 30 күн оразада түнімен намаз оқып, Құран оқып, ізгілікті істер істеп, салихалы амалдар істеп, бірақ оразадан кейін ол амалдың бірін таппай қалсаңыз, ешқайсысын орындамасаңыз, онда бұл амалдар жақсы амалдардың қатарына кірмейді. Ал енді қандай да бір кішкентай ғана сіздің бір амалыңыз, сіз күніне 1 бет Құран оқитын едіңіз. Небәрі 1 бет. Осы 1 бет Құран оқуды сіз жыл бойына жалғастырып, өзіңіздің бойыңызға әдет қып кіргізіп алған болсаңыз, осы жақсы амалдардан болып табылады. Болмаса сіз түнде тұрып 1-2 ракағат намаз оқитын едіңіз. Егер бір осы 2 ракағат намаз оқуды өзіңізге үрдіс қып кіргізіп алған болсаңыз, әдет етіп, бұл ең жақсы амалдардан болып табылады. Сол себепті Рамазан айындағы ең бір артықшылық нәрсе, оразаңыздың қабыл болуда Рамазан айы бір адам баласын тәрбиелейтін мектеп айы ғой. Осы Рамазан айында істеген ізгілікті істердің барлығының келесі Рамазан айына жеткізуі маңызды. Сол сіздің оразаңыздың қабыл болғандығының бір нышаны. Өйткені кез келген амалдың қабыл болуы адам баласының өзгеруімен болып табылады. Мысал үшін сіз қажылыққа барып келсеңіз, қажылығыңыздың қабыл болғандығын қайдан білесіз? Ал сіздің егер қажылығыңыз қылған қабыл болатын болса, оның сыйы тек қана жәннат.
Қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат. Ал сіз қылған қажылығыңыздың қабыл болғандығының қандай көріністері бар? Оны ғұламаларымыз айтады. Егер қажылыққа барып келген адам қажылықтан кейін жақсылыққа қарай өзгерген болса, бойында тақуалыққа қарай өзгеріс болған болса, онда оның қажылығының қабыл болғандығының белгісі дейді. Сол секілді Рамазан айының оразасының қабыл болғандығы сізді Рамазан айы өзгертсе, егер жақсылыққа қарай, тақуалығыңызды арттырса, мінезіңізді көркемдесе, сіздің жаңағыдай садақаға деген жүрегіңізді кеңейтсе, ізгілікке, салихалы амалдарға, сізді намазыңызға жақсырақ көңіл бөлдірсе, бұл сіздің Рамазан айында ұстаған оразаңыздың қабыл болғандығының бір белгісі болып табылады. Сахабаларымыз қалай қылатын еді? Осы бір 30 күн ұстаған оразасын жыл бойына азық етер еді. Рамазан айы біткеннен кейін 6 ай бойы сахабаларымыз: «Я Раббым, я Аллам, осы бір ұстаған оразамды қабыл қыла көр» деп 6 ай бойы ұстаған оразасының қабылдығын Алладан сұрап, сол бір 30 күн оразадағы алған әсерін ұмытпаған еді. 6 ай біткеннен кейін келесі 6 айда 6 ай бойы: «Я Алла тағалам, қасиетті Рамазан айына біздерді аман есен жеткізе көр» деп 30 күн оразасын қалған 360 күніне азық етіп жүретін еді. Ал енді бұл жерде пайғамбарымыз айтса, мынандай бір хадис бар. Рамазан айы кірген кезде шайтандардың байланатын кезі деп айтылады. Енді бұлардың босап адамды азғыруды адам баласының өзіне байланысты деп айтсақ бола ма? Мысалға жаңа айтып отырсыз, Рамазан айынан кейін де бұл істерін жалғастыру. Енді байланып тұрғаннан кейін олардың барлығы шынжырдан босағаннан кейін әлбетте белгілі. Қазір тарпа бас салып адамды азғырып, бұрынғы істерінің барлығын қалай да бір қойғызуға тырысатындығы белгілі. Осының барлығы байланып сол бетінде қалуы, не болмаса адамды азғыруға күші жетпеуі, сол біздің бір ай бойы алған жаңағындай бір оразадан алған, Құран оқудан алған бір күшімізбенен ары қарай оның шамасы жетпейді деп айтуға бола ма? Әрине, кімде-кім Алла тағала біздерге оразаны парыз еткен аятында не деді? Әй иман келтіргендер, сендерге де бұрынғыларға ораза парыз болғандай парыз болды деді. Сендерге де ораза парыз болды, бұрынғыларға парыз болғандай, әрине сақсынарсыңдар. Яғни тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деді. Яғни кімде-кім 30 күн оразасын пайдаланып, оның күнін, оның түнін, оның әрбір уақытын, жаңағы бұл аз ғана күндер, әйяміл мағдудат деді Алла тағала Құранда. Осы бір аз күндерді өзінің тақуалығын арттыруда адам баласы пайдаланған болса, Рамазан айынан ол тақуалыққа қол жеткізген түрде шықса, ол адамды шайтан азғыра алмайды. Кімде-кімнің жүрегінде Алладан деген қорқыныш болса, кімде-кімнің жүрегінде Құдайға деген иман болса, кімде-кімдің бойында тақуалық болса, шайтан ол адамның маңына да жолай алмайды. Құдайдан қорыққан тақуа құлдың қасында шайтан ол адамнан бойын аулақ салады. Тіпті ол адам қиссаларда, хадистерде келеді ғой, ұйықтап жатқан ғұламаның жанында шайтанның қашқандығы. Неге? Өйткені ол адамның бойында тақуалық бар. Кім Құдайдан қорқса, шайтан одан қорқады. Кеше Омар радиаллаху анхудар, білесіз, пайғамбардың үлкен сахабалары, әзіз достары жанында жүрген. Бір риуаяттарда келеді ғой, Алланың елшісі бір күні мешіттің ішінде достарымен отырады. Достарымен отырып, есік жаққа қарап күлімсірейді. Айналасындағы сахабалар сұрайды: Алланың елшісі, неге күлімсіредіңіз деген кезде, қазір есіктен Омар кіреді дейді. Оны қайдан білдіңіз, Алланың елшісі деген кезде, шайтандардың қашып бара жатқандығын байқадым Омардың көлеңкесінен дейді. Яғни Омар әрине қатал болды, батыр болды, мінезі сондай қаттылау болды, бірақ оның мінезінен қорыққан жоқ, оның батырлығынан қорыққан жоқ шайтан. Омардың Құдайдан деген қорқынышынан қорықты. Омардың радиаллаху ан жүрегіндегі иманынан қорықты. Сол себепті кімде-кім осы бір оразада өзін тақуалыққа қол жеткізсе, одан кейінгі амалдарына шайтан ешқандай араласа алмайды. Ол адам тек қана өзінің нәпсісімен жұмыс істесе болғаны. Енді мына тақырыбымызға қарай келсек, айт мерекесі. Мереке деп атының өзі айтып тұр, мереке. Енді осы мерекелерді мысалға бір
риуаяттарда білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне бір күң әйелдер келіп, даңғара тартып, жаңағындай бір көңіл көтергендігі. Бізде де осы айт мерекесін осылай өткізуге бола ма? Жалпы келешекте енді бізде қалыптасқан тек қана туған туысқандардың барып зиярат ету, осындай бір мереке, қазіргі біз мысалға жаңа жыл мерекесі деген мереке бар, иә? Мысалы қандай үлкен мемлекеттік мереке. Осындай мерекелер сияқты қылып атап өтсе келешекте, ол жағы қалай болар еді? Әрине, мерекеленген жақсы. Мереке күндерінде Алла тағаланың елшісі жаңағыдай дүптер соғуға, жаңағыдай барабандар соғуға тыйым салмаған еді. Және де бір сондай тойланып, мерекеленіп жатқан жерлерге өзі де жұбайын, Айшамызды, анамызды алып барған күндерінен де біздерге риуаяттар жеткен. Ол жердегі жаңағыдай соғылып атқан барабандар, дүп дейді ғой енді, жаңағы соғатын барабандар, мерекеленіп жатқан, мерекеге әзірленген іс-шараларға Алланың елшісі тыйым салмаған еді. Сол себепті біздің де елімізде бұл мерекені өзіндік дәрежесінде мерекелеп, басқалардың жүрегіне осынау бір мұсылмандардың айт деген мерекесі бар екендігін кіргізу мақсатында, оны айт деген мерекені дәріптеу мақсатында іс-шаралар өткізсе әлбетте болады. Біздер өткен жылымызда білесіздер, көбінше осы ораза айттың мерекесін көп адамдар біледі. Оразадан кейін айттың бар екендігін. Көп жағдайда мына құрбан айт мерекесі кішкене дәріптеусіз қалып қойып жатады. Өйткені бұл оразадан кейін бірден келмегеннен кейін ол кезде адамдардың көбі қажылықта болады. Сол үшін біздер өткен жылымызда құрбан айт мерекесін дәріптеу мақсатында көптеген іс-шаралар өткізген едік. Арнайы айт қабыл болсын ағайын деген мерекелік концерт өткіздік, мерекелік шара ретінде. Әрине, діни, рухани әндермен, ол бір рухани кеш деп атадық оның атын. Жақсы қойылымдармен, одан бөлек көптеген іс-шаралар, тәтті-мәтті тарату бала-шағаға, оларды ойнату, сыйлықтар үлестіру, және де мынау ағайындарға жақсы болсын, халыққа жақсы болсын деп жаңағыдай қоғамдық көліктерді тегін жүргізген едік. Сол секілді осындай бір іс-шараларды мереке қарсаңында өткізген әрине жақсы. Бұл не мақсатта? Мерекені дәріптеу мақсатында. Мерекені басқалардың жүрегіне жеткізу, кіргізу мақсатында істесе әрине. Бұл құба-құп. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бір сахаба келді, исламнан бұрын бір мереке, екі мерекеміз бар еді. Біз соны не істейміз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтатыңдар, ол нәрсе болмайды деп айтпай, керісінше соны бір жақсы жағына қарайды. Жақсы бір қуанышты, бір сауапты жағына қарай бұрып тұр ғой. Сондықтан да ислам дінінде жалпы адамның бір осындай бір дұрыс жағымен көңіл көтеруінен де тыймайтын сияқты. Әрине тыймайды. Біздің дініміз көптеген нәрселерден жаңағыдай барлық нәрседен тыймайды. Айта кететін болсақ, барлық нәрседен тыймайды. Мерекелік күндерде жаңағы айтқанымыздай Алланың елшісі бұндай күндерді тыйым салмаған. Жаңағы сахаба, аңсарлық сахаба ғой. Келіп сұраған кезде, я Алланың елшісі, осындай біздің бір екі күніміз бар еді мерекелейтін деген кезде сендерге одан да ұлық, одан да жақсы болған екі күнді мерекелейтін боласыңдар деді. Оның бірі ораза айт, екіншісі құрбан айт деді. Одан да жақсы деді. Одан да ұлық екі күн сендер мерекелейтін боласыңдар. Ол мереке айт және құрбан айт деп айтқан еді. Сол себепті бұл күнде әрине бала-шағаңмен көңіл көтеру, аралау, ағайын жұртты мерекелеу, айттау, соған байланысты егер де бір белгілі орындар мерекелік шаралар ұйымдастырып жатса, әрине ол жерлерге барып көңіл көтеруді ешқандай шариғатымыз тыйым салмайды. Әрине егер шариғаттың аясынан асып кетпесе, мерекенің жөнос екен деп жаңа жыл деп атсыз, жаңа жылдағыдай бір мереке қылып дүрсілдету, арамдыққа жол беру, бұл құпталмайды. Мереке ол өзінің аясынан аспаған түрде аталып өтілсе, ол жерде барып құрметтеу, ол жерде барып тойлау тыйым салынбайды. Алла разы болсын. Көрерменіміздің сауалы бар екен, тыңдап алсақ. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Тағы да мен ғой, кешіріңіздер. Мен мына білейін деп едім, мына айттың алғашқы күні мына Вьетнамға мысалы Құран оқып, Құран оқыған күн барып ауыз тебіріп қой, мысалы үйге айттап келетіндердің ішінде Құран оқи алмайтындар бар ғой. Солар мысалы ауыз тебіруінде бола ма? Осы жайында білейін деп едім. Ауыз кеуге дей ма? Иә, Құран оқи алмайтындар бар. Жалпы үйге кірген кезде Құран оқу міндетті ма? Жоқ, Құран оқи алмайтын кісілер жаңағындай жақсы тілегін айтып дастарханға отыра берсе бола ма? Ешқандай бұл жерде шариғатымыз Құран оқы деп міндеттемейді.
кімде-кім жаңағы біз өзі мынау дәстүрімізден болған нәрседе бір дастархан жайылса, ол жерде бір жаңағыдай шелпегі пісіп, жеті наны пісіп тұрған болса, ол жерде Құран оқу бір үрдіске айналған нәрсе ғой, тек біздің дәстүрімізден болған. Бірақ кімде-кім жаңағы Құран оқуын білмесе, ол жерге барғанда жақсы ізгі ниеттерімен, тілектерімен, оразадағы істеген ізгілік амалдарының қабыл болуымен, айтымен құттықтаса жеткілікті. Бұл жерде міндетті түрде сен Құран оқы деген нәрсе жоқ. Бірақ енді біздің дәстүрімізге келетін болсақ, біздің дәстүрімізде келген адам міндетті түрде өзі Құранын оқып келеді. Құранын оқып келеді. Өзі айттаған кезде де ауылды жақта қарасаңыз, айттаған кезде 5 адам жүрсе, сол біреуі міндетті түрде Құран оқитын ертіп алып жүреді. Соның айналасында жүреді. Құран оқитындарды бөліп алып әйтеуір айналасында жүреді. Құран оқу енді бұл бір жақсы амалдардан болған нәрсе ғой. Жаңағыдай біз өлілердің, жаңағыдай өмірден өткен марқұмдардың да жағдайын көбірек ойлайтын бір халықпыз ғой. Себепті сондай айт мерекелерінде болсын, Алла тағаланың мейірімі төккен күндерде Алла тағаланың мейірімін өмірден өткендерге де сұрап жатамыз. Алла тағалам осыларды бір рахмет, кешірім ет, осыларды істеген күнәларына кешірім бере көр деп, Алланың мейірімі төккен күндерде Алланың мейірімділігін пайдалана отырып, осы бір күндерде марқұмдар үшін де біз дұға қылып жататын халықпыз. Сол себепті әлбетте Құран оқып атса құба құп. Құран оқу, Құранды міндетті түрде мына уақытта оқы деп белгіленген күндері жоқ, белгіленген уақыттары жоқ. Оны мынандай кезде оқы, намаздан кейін оқы, болмаса айт күндері оқы деген. Құранды қай кезде оқысаңыз да жақсы. Оқыған адам үшін де сауабы бар. Тілеген дұға тілек ішінде қабыл болуына бірден бір себеп болатын нәрсе ғой Құран оқу. Айт күндері қабір басына бару деген де міндеттелмеген жоқ. Әрине міндеттелмеген. Осы бір нәрсені де айта кететін болсақ, кейбір кездерде мына айттан кейін зираттарды зиярат ету бір үлкен үрдіске айналып бара жатыр елімізде. Бұл ешқандай сен айт намазын оққаннан кейін міндетті түрде зираттың басына бар деген нәрсе жоқ. Зираттарды зиярат ету басқа күндерде де болады. Бірақ жаңағы нәрсе ғой бәрібір. Біздің қазақтың көңіліндегі нәрсе, жеріміздегі бір көңілдегі нәрсе, бір сол бір күндерде бір барып қайтса зиярат етіп. Бірақ арнайы емес. Бұл күндер белгіленбеген айт күндер. Айт мерекесі тірі адамдар үшін, туған туыстармен көңіл көтеру үшін тірі адамға берілген сый ғой деп. Үйіне келіп, аузын жаңағыдай өзінің үйіндегі ақ дастарханнан ауыз тиіп, болмаса жаңағыдай құрбан айттары болатын болса, сол құрбандығын шалып тезірек келген адамға тезірек асын ұсыну, одан ауыз тию абзалырақ. Ал енді осы мерекелерді қазір мысалға балаларымыз бар. Балаларымыз айт мерекесіне қарағанда жаңа жыл мерекесін өте жақсы таниды. Аяз атаны мысалға өте жақсы таниды. О сыйлық күтеді жаңа жыл келген кезде. Осы ораза жаңағында айт не болса құрбан айт мерекелерін пайдалана отырып, балаларға сыйлықты беріп, қазір мына ораза айт келе жатыр. Мынау айт мерекеңмен құттықтаймын. Құрбан айт мерекесімен не болмаса құттықтаймын деп, осыларды да балалардың есіне салып, жаңағыдай осындай кездерде керісінше бір балалардың көңіл көтеретін жеріне алып шығып, көңілдерін көтеріп, ойларына салудың қаншалықты пайдасы бар? Әрине бұның пайдасы өте үлкен. Бұл бала тәрбиесіндегі бір таптырмас үлкен құрал. Біздің бір ағамыз айтып берген еді. Баласы мектептен 5 алса, мен саған жұма күні жақсы сыйлық алып беремін деп айтады екен. Жұма күні сыйлық алып беремін деп айтады екен. Баласы неге жұма десе, жұма өйткені күндердің сұлтаны ғой балам. Жұма күні қылған дұға тілектер қабыл болады. Жұма күні берілген садақаның да сауабы басқаша деп жұманы дәріптейді. Осы секілді біз балаларымызға айтқа бірнеше күн қалған уақыттан бастап, балам, айт келе жатыр, айт күні мен саған үлкен сыйлық алып берем, мынадай сыйлық алып берем. Бірақ айтылған сыйлықты әперу керек. Баланы алдауға болмайды. Мен саған осындай сыйлықтарды айт күні әперем. Айт деген мұсылмандардың үлкен мерекесі. Сол бір мерекеде осындай жаққа шығамыз, мына жаққа шығамыз деп, сол бір мерекені ұмытпастай қылып өткізсеңіз, балаңыз не істейді? Келесі жылғы сол мерекені күтетін болады. Келесі жылғы сол мерекені. Жаңағы айтып атқан Аяз атаңыздың да сыйлығын бәрібір сіз ғой әперіп атқан. Аяз ата әкеп атқан жоқ қой таудың басынан. Ол нәрсе белгілі. Бірақ осы нәрседі пайдаланып, айтты үлкен мүмкіндікпен пайдаланып, балаңызды айтты дәріптеу мақсатындағы тәрбиелеуге бұл таптырмас нәрсе. Есінен кетпестей қылып, балаңыздың көңілін көтеріп, өте бір аңсап жүрген, сағынып жүрген бір сыйлығын осы бір айт күні алып берсеңіз, балаңыз келесі айтты міндетті түрде күтетін болады, және дос-жарандарына осы нәрсені жеткізетін болады. Алла разы болсын. Көрерменнен сауал бар екен, тыңдап алайық.
Сіз тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ма? Менің сұрайын деген сұрағым, айт күні, бірінші айт, ораза айт күні таңғы сәресі ішіле ме? Содан кейін айт намаз оқылғаннан кейін аузымызды ашамыз ба? Сонысын білейін деп едім. Иә, бұл көрерменіміз жаңа жоғары жақта айтқан сөздерімізді айтып жатыр. Яғни айт күндері жаңа жоғарыда айтқанымыздай сәресі ішу міндеттелмеген нәрсе. Айт күндері керісінше осы ораза айтта бір шатастырмасақ, осы ораза айтта сәресі емес, бәлкім ол міндеттелмеген, таңертең тұрып жаңағы тазалану, болмаса үйіңізден бір нәрселер жеп шыққаныңыз жақсы. Айт намазына бара жатқан кезде, ораза айт намазына бара жатқан кезде, жалпы жолда тәтті жеп бару пайғамбардың хурма сияқты пайғамбардың сүннетінен болып табылады. Жаңа хадисте келтіргеніміздей, Жафар бин Мұхаммад хадисте келтіргеніміздей, Алланың елшісі ораза айт намазына шығатын кезде үйінен нан мен май жейтін еді деді. Яғни бара жатқан жолда жаңағыдай тәтті жеп бару пайғамбардың сүннетінен еді. Жаңағыдай сәресі ішу, сәрестен кейін, айттан кейін барып ауыз ашу деген нәрсе жоқ. Өйткені жаңағы айтқанымыздай Шәуәл айы кіріп қойды. 30 күн ораза бітті. Сол үшін бұл жердегі нәрсе үйіңізден шайыңызды, тәтті мәттіңізді ішіп, айт намазыңызға бару бұл құпталған істер болып табылады. Ал егер құрбан айтқа бара жатсаңыз, үйіңізден ештеңе ішпей шығып, үйіңізге айт намаздан кейін бірден келіп, жаңағы құрбандығыңыздан ауыз тию бұл пайғамбардың сүннетінен болып табылады. Жеп шықса да ештеңе қылмайды ол кезде. Бұл жерде ештеңе міндеттелмеген, жесеңіз, жемесеңіз, бұл жерде ешқандай жүктеліп тұрған парыз уәжіп нәрсе жоқ, екі айт намазда да. Бірақ мұстахаб болған, жақсы көрсетілген амал ғана, міндет емес ешқандай. Түсінікті. Енді бұл жерде былай түсіндірсек бола ма? Егер кімде-кім сәресіне тұрып ауыз бекіткен болса, ол адам кешке шейін ауыз бекітуге ешқандай қақысы жоқ. Енді ауыз таңғы бекіткен болса, түске шейін ораза деген жер бар ма? Түске шейін ұстаңдар, түске шейін ораза болады деген 1 сағат, 2 сағат оразалар бар ма? Ол ауыз бекітілгеннен кейін ол ауызды Рамазан ораза деген нәрсе не ол? Ауыз бекіткеннен кейін ол таңнан кешке дейін ниетінде сондай өз оразаны. Таңнан кешке дейін ауыз бекітуге ниет еттім. Таңнан түске дейін деген ниет жоқ. Ниет жоқ. Себебі бұл жердегі жаңағыдай ауыз бекітіп қайтадан ауызды айт намаздан кейін ашу деген бір халықтың арасында бір тарап кеткен нәрсе тек қана. Бұл бір жаңсақ пікір, жаңсақ түсінік. Сол себепті осы бір түсініктен арылып қалсақ екен. Өйткені бұл жерде ешқандай міндеттелген нәрсе жоқ. Ораза, тарауық намазы оразадан 1 күн бұрын бітті айт намаздан. Ал ораза 30 күн оразасы сол бір 30 күнімен толыққаннан кейін айт намазы күні ешқандай сәресі адамдарға міндеттелмеген, өзінің еркінде болған нәрсе. Жаңағы өзіңіз айтып отырған, мысалы, балаларды құттықтау, балаларға сыйлық әперу, ол баланың сыйлығы. Ал енді осы ораза айт, жаңағы құрбан айт, 3 күндік мерекелер, бұл ораза ұстаған, жаңа үлкендерге арналған сыйлық деп түсінуімізге бола ма? Әрине. Әлбетте бұл жаңағыдай ораза ұстаған, 30 күн ораза бойы ішіп жеуден тыйылған, бүкіл нәрседен тыйылып, тақуалығын арттырған жандар үшін Алла тағаланың жаңа берген сыйы. Яғни қаншама ішілмей қалған шайлардың орнын толтыру, сусындардың орнын толтыру, ағайын, туған туыспен адам баласы оразада не істейді? Көбінше құлшылыққа көбірек мән береді. Көбінше мешітте болады кейбір адамдар. Соңғы күндігіне мешітте барады, сол бір сағынған ағайын туғандарын аралап, сол бір оразада алған әсерлерімен бөлісіп, сол бір адамдарды оразаға қызықтыру мақсатында аралау бұл Алланың берген мүмкіндігі. Алла разы болсын. Алла разы болсын сізге, Ардақ мырза. Ұстаған оразаңызды Аллах тағала қабыл етсін. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Халыққа осы айт мерекесінің, айт намазының уақытымен өзіңіз бір қысқа тілегіңізді айтып, хабарымызды дамытсақ. Біздің өңірімізде осы айт намазы таңғы сағат 7:30-да оқу белгіленіп отыр. Және де құрметті көрермендер, құрметті ағайын тума, Алла тағала сіз бен біздің баршамызды осы бір қасиетті Рамазан айында істеген бүкіл ізгілікті амалдарымызды қабыл етіп, және де келесі Рамазан айына дейін аман есен қауышуымызды Алла тағала сіз бен бізге жазсын. Алла разы болсын. Міне құрметті ағайын, 30 күнгі ұстаған оразаларыңызды Аллах тағала қабыл етсін. Алдымызда келе жатқан мереке, ораза айт мерекесі құтты болсын. Келер мерекелерде Аллах тағала мерекелі жеткізуімізді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.